Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз мәтін есепті шығару тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта сіз бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып, мәтін есеп шығаруды үйренесіз. Бірінші есеп, бірге оқиық. Жылқы шамамен 30 жыл тіршілік етеді. Ал қабыланның тіршілік ету жасы жылқының жасының 4/3 бөлігіне тең. Қабылан неше жыл тіршілік етеді? Алдымен балалар есептің мағынасын түсініп алайық. Есептің берілгені бойынша жылқының тіршілік ету жасы 30 жыл екен. Енді біз оны дөңгелектеп толықтай қарастырайық. Ал енді осыған қатысты қабыланның тіршілік ету жасын суреттейік болар. Мінекей бізге есептің берілгені бойынша қабыланның тіршілік ету жасы берілмеген, бірақ балалар берілгені бойынша қабыланның тіршілік ету жасы жылқының тіршілік ету жасының 4/3 бөлігін құрайды екен. Яғни оны мына дөңгелектеп елестетсек, оны 4 бөлікке бөліп, оның 3-еуін алады екенбіз. Яғни біз білеміз ғой, әр қайсысы 4/1 береді. Демек, барлық боялып тұрған бөлігі 4/3 береді екен. Ал енді шешуіне келейік. 30 санының 4/3 бөлігін табайық. Балалар, бұл жерде санның бөлігін табу деген тақырыпты еске түсіретін болсақ, кез келген санның кез келген бөлігін табу үшін сол санды берілген бөлікке көбейту керек. Жақсы, олай болса 30 бен 4/3-тің көбейтіндісін орындайық. Біз білеміз, 30-дың астында, яғни бөлімінде жасырын 1 бар. Сондықтан 30 деген сан мына бөлшектің алымымен барып көбейтіледі. Жақсы, сонда алымында 90, бөлімінде 4 шығады. Өте жақсы болар. Енді бұл жерде біз бағандап бөлуді орындайық. 90-ды 4-ке бөлу үшін алдымен 9-дан алып көрейік. Жетеді, 9-дың ішінде 4 неше рет кездеседі? Жазайық болар. 2-ден береміз. 2 × 4 8. 9-дан 8 алсақ 1 қалады. 1 жетпейді. Сондықтан қасына 0-ді түсіреміз. 10 болады. Енді 10-ның ішінде 4 неше рет бар? Әрине 2-ден береміз. 2 × 4 8. 10-нан 8-ді азайтамыз. 2 қалады. 2 бізде балалар 4-ке бөлу үшін жетпейді. Сондықтан қасына көмекке түсірейін десек, мына жерде де сандар аяқталды. Бұндай жағдайда біз ойша тағы да 0 береміз және 22 бүтіннен кейін үтір айырамыз. Жақсы ма? Ереже бойынша. Сол кезде 20-мен жұмыс жасауға болады. Енді балалар білеміз, 5-тен беретін болсақ, 5 × 4 20, 20-дан өзін азайтсақ 0 қалады. Яғни бағандап бөлу аяқталды. Жауабы 22,5. Жазып қояйық болар. 90-ды 4-ке бөлсек, 22,5 шығады екен. Сонда толық жауабы қабылан 22,5 жыл тіршілік етеді екен. Яғни балалар, біз санның бөлігін табу тақырыбы арқылы, жылқының жасы арқылы қабыланның жасын таптық. Келесі есеп, бірге оқиық. Асан ұзындығы 10,7 см, ені 6,2 см болатын тік төртбұрышты сымнан иіп дайындады. Егер осы сымнан иіп квадрат дайындайтын болсақ, оның қабырғасының ұзындығы неше сантиметр болады? Жақсы балалар, мінекей суретте бізде берілген мынау асанның сымнан иіп, яғни майыстырып жасаған фигурасы екен. Ұзындығы берілген, ені берілген, және бізде есептің берілгені бойынша дәл осы сымды қайтадан түзетіп, квадрат құрастыратын болсақ, осы квадраттың қабырғалары қанша сантиметр болады дейді. Осыны тауып көрейік. Шешуі, алдымен балалар тік төртбұрышымыздың өлшемдеріне назар аударайық. Бұл жерде ені аралас санмен тұр. Аралас санды алдымен ондық бөлшекке айналдырып аламыз. 6,2-1. Біз білеміз, бөлшектің бөлімінде 10, 100, 1000 деген сияқты сандар тұрса, онда оны ондық бөлшекке айналдыруға болады. Сол үшін мына 2-ні 10-ға келтіру үшін мен алымында бөлімінде 5-ке көбейтемін. Сол кезде 6,5 шығады, ал ондық бөлшекпен мына түрдегідей 6,5 шығады. Жақсы, олай болса енді тік төртбұрышымыздың енін ондық бөлшекпен жазып аламыз. Жақсы. Біз қазір квадратпен жұмыс істейміз. Ол үшін балалар еске түсірейік. Мына
тік төртбұрыштың периметрін табу үшін қандай формула қолданатын едік? Екеселенген ұзындығы мен енінің қосындысы. Жақсы балар, олай болса, квадраттың периметрін еске түсірейік. Бұл жерде P тең болады 4 көбейтілген А. Бұл жерде балалар 4А деп тұрғанымыз, мына квадраттың барлық қабырғалары бірдей болғандықтан А қосу А деп 4 рет қосқанның орнына 4А деп жазған ыңғайлырақ болады. Осыны еске сақтаңыздар. Олай болса балалар, мына тік төртбұрыштың периметрін табу үшін ұзындықтарын және ендерін орнына қояйық. Сол кезде жақшаның іші бірінші орындалады. Сонда 2 мен 17,2-ның көбейтіндісі бізге 34,4-ті береді екен. Енді балалар, біз мына квадраттың қабырғасының ұзындығын табуымыз керек деп айттық. Олай болса, мына квадраттың периметрінің формуласы арқылы осының ішінен аны өрнектеп табайық. Аны табу үшін біз периметрді 4-ке бөледі екенбіз. Ал бізде квадраттың периметрі жоқ деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ балалар, біз айттық қой, осы тік төртбұрышты құрастырған сымнан, дәл осы сымнан біз қазір квадрат құрастырамыз. Демек, сымның ұзындығы, яғни периметрі сол болып қалды ғой. Олай болса, біз периметрдің орнына осы тік төртбұрыштың периметрін қолданамыз. Жақсы. Мінекей 34,4-ті 4-ке бөлеміз. Ол үшін бағандап бөлуді орындайық. 34-тен аламыз, е? Сол кезде 8-ден беретін болсақ 32 болады. 34-тен 32-ні азайтамын, 2 қалады. Енді қараңыздар балар, мен бүтін бөлігімен жұмыс істеп болдым, ал бүтін бөлігінен кейін үтір тұрады. Демек, 8-ден кейін де үтірді қойып қоямын. Жақсы, жалғастырайық. 2 бізге жетпейді, сондан қасына көмекке 4-ті түсіремін, 24. Енді 24-ті 4-ке бөлсек 6 ғой. Демек, 6-тан береді екенмін. Сонда 24-ті өз-өзінен азайтсақ 0 шығады. Жақсы балар, бағандап бөлу аяқталды. Жауабы 8,6. Яғни балалар, 34,4-ті 4-ке бөлсек, 8,6 сантиметр деп жақшаның ішіне өлшем бірлігін жазып қояйық. Яғни балалар, біз мына квадраттың қабырғаларының ұзындығын таптық. Яғни балалар, бір қабырғасы 8,6 болса, барлық қабырғасы да соған тең болады. Сонда толық жауабы квадраттың қабырғасының ұзындығы 8,6 сантиметр екен. Келесі тапсырма.